Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода табада қызыл мақпал тортын дайындаймын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен сүтті бояудан бастаймын. Сүтке тағамдық бояғыш қосып, бір келкі түскі болғанша дейін араластырамыз. Енді құрғақ қоспаларды дайындаймын. Оған ұн, какао, қопсытқыш және ванилин кіреді. Ұн мен какаоны електен өткізіп алған жөн. Барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Ары қарай бөлме температурасындағы сары майды ыдысқа салып миксермен шайқаймыз. Қант пен тұз қосып біраз минуттай шайқаймыз. Содан кейін бір-бірлеп жұмыртқаны қосып, әр қосқан сайын 1 минуттан шайқаймыз. Енді өсімдік майын құйып, бір келкі болғанша араластырып аламыз. Енді құрғақ қоспаны сүтпен араластыра отырып, 2-3 бөлікке бөліп қосып миксермен шайқаймыз. Осындай нәзік, қою емес қамыр болуы керек. Қамырды 3 бірдей ыдысқа бір келкі мөлшерде құямыз. Егер сізде бірдей ыдыс болмаса, таразыға 350 грамм дайын қамырды ыдысқа өлшеп алыңыз. Менде жабыспайтын таба болғандықтан ештеңкемен майламаймын. Қамырды табаға құйып, бетіне қақпақпен жауып, табаны ең аз отына қойып, 10-15 минут бетін дымқыл көпіршіктері кеткенге дейін пісіріп аламыз. Коржымыздың піскенін ағашты шпажкамен тексеріп аламыз. Ол одан толығымен құрғақ шығуы керек. Осылай барлық корждарды пісіріп аламыз. Шеттерін арнайы сақина не болмаса табақша арқылы кесіп аламыз. Біздің нәзік, ешқандай пропитканы қажет етпейтін ылғалды коржымыз. Өзінің қаныққан түсін керемет сақтаған. Енді кремімізді дайындаймын. Салқын крем-чизге салқын сливки, қант ұнтағын қосып, миксердің ең жоғарғы айналымына қойып, 3 минуттай шайқап аламыз. Крем өте нәзік және сонымен бірге тығыз және тұрақты болып шықты. Тортымызды жинаймыз, ыдысқа бірінші коржымызды қойып, кондитерлік қаптың көмегімен жұлдыз саптамасымен айнала кремді орналастырамыз. Егер кондитерлік қабыңыз болмаса, тортты шпательмен, не болмаса қасықпен қабаттастырыңыз. Екінші коржды жауып, дәл бірінші корждағыдай жасаймыз.
Үшінші коржға кремді жағып, корж қалдықтарын ұсақтап бетіне себеміз. Тортымызды 1 сағат уақытқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бетін қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Қызыл мақпал тортымыз дайын. Оның қаншалықты оңай кесіліп жатқанын қараңыз. Шанышқының өзі тортқа батып кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.